Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін жалқауларға мотивация айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Көп адам өзінің жалқаулығын, ақшасының жоқтығын көп басқа адамдардан іздейді. Негізі адам болмысынан жалқау жаратылыс. Көп адамның миы солай қалыптасқан. Яғни аяқты созып тастап, қамсыз демалып жатқанды жақсы көреді. Шіркін, ақша жерде жатса, байлыққа барар жол осындай бола ма деп ойлап жата береді. Керісінше күш-қуат, ерік-жігермен қоса мықты жүйке, табандылық, жауапкершілік, білім талап ететін болады. Адам еңбек еткенде ғана жемісін жейді. Тың дүниеге түрен салып, ләззат алып, оған терең бойлай беру керек. Басқа біреумен өзара көкпарға түсіп, делебесі қозбаса тағы болмайды. Көп адам шынын айтқанда бұлай өзін қинап, басын қатырғысы келмейді. Өзгелердің көлеңкесіне паналаған тәуір көреді. Оған қоса қорқыныш деген бәле тағы бар. Өйткені ақша болған соң оны айналдыру керек. Біршама тәуекелге бастау қажет болады. Осы жағынан алғанда байғаннан гөрі кедей болған әлдеқайда жайлы әрі қолайлы. Бірақ ұмытпаңыз, жалқаулық жалаңашлықтың жамағайына. Еріне беріп қойсаңыз, білдіртпей төбеңізге шығады. Еркіне жіберсеңіз, аздырып тоздырып ырысыңыздан айырады. Жалқаулықтың негізін не тудыратынын білесіз бе? Мотивацияның жоқтығы. Ең біріншісі ол біздің проблема деп жүргеніміз түк проблема емес. Қазір мынаны айтсам банально көрінетін шығар, бірақ осы ойдан күшті мотивация аламын. Тәубеме келемін, сіздерге де ұсынып көрейін. Аллаға шүкір, біз кең заманда өмір сүріп жатырмыз. Қайта соған қуанайық. Бүгінгі таңда қанша елде соғыс болып жатыр, бейбіт адамдар оқ пен оттың арасында өмір сүріп жатыр. Ал біз күшті бейбіт әлемде өмір сүріп жатырмыз. Қаншама адам аш-жалаңаш зұлымдық құрған елдерде өмір сүріп жатыр. Құдай басымызға бермесін бұндайларды. Мотивацияны жалпы жақсы кинодан, қызықты кітаптан, сүйікті ісіңізден алуға болады. Қазір соның бәрі қолжетімді. Қолыңыздағы телефонда барлығы бар. Жұмысыңыз ұнамаса, басқа адамды жалқаулық басып алады. Жұмысыңыз ұнамай ма, барлық ерік-жігеріңізді жинап, дұрыс шешім қабылдап, жұмысыңызды ауыстырыңыз. Басқа іспен шұғылданып көріңіз. Жалпы ортаны ауыстырудан қорықпаңыз. Ортаны ауыстырудың жолдары мен тиімділігін үнемі кітаптардан қарап жүрсеңіз болады. Сенімсіздік қолымнан келмейді, онда неменеге ақтер көктер боламын, одан ештеңе істегісі келмейтіндер үнемі кебініп жиі айтады. Отыра берсең жалқаулық басынады деген сөз бар. Қолымнан келмейді дегенді ойыңызды мүлден алмаңыз. Ол жалқаулықтың бүркеп тұрған бетперде секілді. Сізді ештеңе істетпей, аяқ-қолыңызды байлап матайтын осы сенімсіздік. Келесі әдет ол ерік-жігердің әлсіздігі, болмауы. Жалқаулықтың тағы бір себебі. Мұндай адамдарға бәрі қиын болып көрінеді, сол себепті істің бәрін кейінге ысыра береді. Бір істі бастадыңыз ба, соған бар ынта-ықыласыңызды оятыңыз. Былайша айтқанда, басыңызбен кіріп кетіңіз. Сол жұмысты аяқталғанша басқа жаққа мән бермеңіз. Шаршап жүрсіз ба, міндетті түрде демалыңыз. Бір жағы жалқаулық кетеді, екінші жағы жұмысы өнімді болады. Шаршап жүре берсеңіз, еш нәрсеге зауқыңыз соқпайды, ал жұмыс үйіле береді. Қордаланып қалған шаруаны ойлап, одан бетер шаршайсыз, бара-бара жалқауға айналатын боласыз. Тым қиялшылық. Кейбір адамдар тек армандаумен шектеліп, көз алдына миллиондар, мен, зәулім үй, қымбат көлік елестете берсе, маған береді деп ойлайды. Визуализация құдіретті, күшті, міндетті түрде көмектеседі деп санайды. Сөйтеді, тәтті қиялға беріп диванды тоздыру мүмкін. Бірақ алма-піс аузыма түс деген болмайды. Ең соңында бұл жауапкершіліктен қашу. Айттыңыз ба, орындаңыз. Бұл кісінің кісілігін сын. Уәде бердіңіз ба, сөзіңізде тұрыңыз. Жалқаулық пен жауапсыздық сыңар. Не істейсіз бе, жауапты болыңыз. Жай ғана күнделікті үйдің тіршілігінің өзіне жауапкершілікпен қарайтын болыңыз. Үйдегі жұмыстан қашып, түзге тығылатындар бар өмірде. Бұлардың қатарында әйел де, еркек те болуы мүмкін. Әсіресе ер адамдар балаларды қараудан қашатын болады. Жалқаулықты апаратын бір фактор осы. Ұмытпаңыз, жұмыспен бірге үйдегі шаруаны қатар алып жүру керек болып табылады. Ақшаның берекесі. Тағы бір мәселе, адамдар байлықты қашуға құмар, шашуға құмар. Содан тез кедейленеді. Байлықты көбейту ол да бір маңызды дүние. Тиянақтары пысық болмасаң, қолыңдағыдан бірден айырып қалу оп-оңай. Табамын, тапқан бойда жоқ болады деген көңіл толмаушылықты адамды жалқаулыққа итермелейді.
Егер осындай видеолар сізге ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.